қазақтың ерлігін ұрлаған 9 мамыр жеңіс күні 1941-45 жылдардағы соғыста асқан ерлігімен көзге түсіп, бірақ Кремль бұйрығымен ешқандай атақ марапат берілмеген қазақстандық 133 батырдың есімі белгілі болды. Олардың арасында тіпті Кеңес одағының батыр атағына бір емес, бірнеше рет ұсынылғандар да бар. Осы мәліметтерді Ресейдің архивтерін ақтарып, ұзақ іздеген тарихшы Берік Әбдіғалиұлы елордада ұмытылған қаһармандар атты еңбегін аяқтап, көпшілікке таныстырды. Архив деректерін ақтарып, марапат парақтарын іздеп тапқан зерттеу тобы жинақты құрастыру үшін бірнеше жыл еңбектеніпті. Зерттеу жинағына есімі енген батырлардың көбі жаяу әскер қатарында болған. Кітап авторы енді есімі белгілі болған атақсыз қаһармандардың әр аймақтағы ұрпақтарын іздеуді қолға алмақшы. Берік Әбдіғалиұлы соғыста асқан ерлігімен көзге түскен батырлардың даңқын аспандатып, ұрпаққа үлгі еткіміз келеді дейді. Мысал үшін жаңағы осы коммунистік Ресей 133 қазақ азаматына батыр атағын берген екен. Олардың ерліктері орысша айтқан кезде умопомрачительный, яғни адам нанғысыз ерліктер. Мысал үшін 4 қана мерген батыр атағын алмаған. 1149 немістің көзін жойған екен, фашистің көзін. Олар жаңағы Ибраим Сүлейменов, Әбдібек Тілеуғали, Зейтін Байжанов, Әбдіқалық Қабдулов деген азаматтар. Жаңағы Зейтін деген кісі 248 адам өлтірген екен, Баянауылдың қазағы. Ал Әбдіқалық Алматы облысы Қаратал ауылының тумасы, ол 215 неміс атқан. Ал жаңағы Ибраим Сүлейменов 283 неміс атса, жаңағы Әбдібек Тілеуғали 397 неміс атқан. Нәтижесінде олардың барлық өлтірген және жаудың саны 1149 адам. 4-і де батыр атағын алмаған. Бұған қоса жаңағы адамзат тарихында болмаған ерлік жасаған 4 қазақ қызын айтайық. Олар Жамал Байтасова, Күлкен Тоқбергенова, Гүлжамила Талқанбаева, Жәмила Бейсенбаева. Осы 4 әжеміз марқұм. Ең кенжесі 18-ді, ең үлкен 23-ті. 4-і бір танк экипажы болған. Бұндай танк экипажы Совет өкіметінің танкішілер қатарында мүлде болмаған. Бұл сондықтан да жаңағы орыстар жасырған. Жаңағы советтік, кеңестік, жаңағы коммунистік Ресей жасырған. 4 әжеміз жаңағы Литва жерінде қаза болған екен. Осы танк экипажы жаңағы әжелеріміздің смертниктер қатарында болған, яғни алғадай танкішілер қатарында болған, яғни алда жүріп шолғыншы болып, жаңағы жаудың бірінші атқан оғын өздеріне қабылдаған. Үшеуі 2 жылдай ма, 1 жарым жылдай соғысқан екен. Төртеуі кешіресіздер, 4-і бірдей қаза болған. Енді осы ерлік жайында жұмған аузын ешбір ашпаған ғой. Бұны аяқ астынан бір қазақ журналисі сол замандарда 43-ші жылдар, 1943-ші жылдар газетке жазу арқылы шығып кеткен. Бұл енді адам жылайтын ерлік. Бұл адамзат тарихында болмаған, әлі де болған жоқ, болмайық та қойсын. Бірақ осы 4 қарағандылық әжеміз бүкіл қазақтың төбесін дүниежүзінің көгіне жеткізейін деп отыр. Жуырда осы кісілер туралы кино түсірілгелі жатыр. Жаңағы ол киноны Қазақстан, Белоруссия және Литва мемлекеті үшеуі бірігіп түсіргелі жатыр екен. Кино сәтті шықса екен деп тілейміз, ағайын. Сондықтан да жаңағы 9 мамырда ұлт болып өзіміз атап өтпейік. Осындай ерлік жасаған аталарымызбен, осындай жаңағы қадамдарға барған әжелерімізбен мақтанып ескергені алып отырайық. Ол біздің соғыс емес, ол Ресейдің соғысы. Ресей тоқтай оған қақыс бар менікі деп айтылған. Қазіргі күні Ресей оны өзінің саяси ықпалының құралы етіп отыр. Өздеріңіз бәріңіз білесіздер. Бессмертный полк деген бәрін ойлап шығарды. Және өздеріңіз байқаған шығарсыздар, мен Екібастұз қаласының тұрғынымын. Осы қалаға жаңағы халық саны көбейту үшін әдейілеп тұрып Ресейден орыстар келеді ғой машинамен, Павлодарға бәріне. Бұны алматылықтар да жақсы біледі. Жаңағы Панфилов, 28 Панфилов
ескеріш маңындағы орыстар көбі Ресейден келгендер. Оны журналистер бәрі анықтап қойған. Сондықтан да 9 мамыр қазіргі күні біздің жеңіс күні емес, біздің сорымыз болып отыр. Сорымыз болып жалғасуда. Сондықтан біздің ата бабаларымыздың жаңағы ерлігін ұрлаған жеңісті атап өтпей қояйық, тағы айтамын. Қажет емес. Деколонизация сана жасайық, яғни құлдық санадан айырылайық ағайын. Рахмет.